Елімізде бір салада отбасымен жұмыла еңбек етіп жүргендері қаншама. Солардың қатарында Махамбеттік Төребаевтар жанұясы бар. Саналы ғұмырын ішкі істер саласына арнап, көпке үлгі болған Отарғали Төребаевтың ұл қызы да әке жолын қуып, полицейлер династиясын жалғастырған. Отарғали аға жолдасы Қалжан апа екеуі 1977 жылы отбасын құрып, содан 5 қыз бір ұлды өсіріп жеткізеді. Бәрі де өмірден өз жолдарын тапқан. Бүгінде солардан өрбіген немере жиендерінің қызығына бөленіп отырған бақытты ата мен әже. Ал үлкен қызы Жазира мен ұлы Беркін әке жолын жалғап табысты еңбек етуде. Ыстығында, салқындығында, жақсылығында, жақсы жерінде көрдім, қызықтығында мен өзім істеген жұмысыма жақсы нәтиже беремін, жақсы деп ойлаймын. Әлі де енді өсіп жатқан балдарына қызығын берсін, жақсылығын берсін деймін. Алла разы болсын. Осы берген тәрбиемді тек ары қарай жалғастырсын деп есептеймін енді. Полиция капитаны Жазира Отарғалиева еңбек жолын 2000 жылы Махамбет аудандық полиция бөлімінің кеңсе маманы қызметінен бастаған. 2004 жылы ақпараттық аналитикалық тобының аға инспекторына көтеріліп, содан табан аудармастан жұмыс атқарып келеді. Ал ұлы Отарғали Беркін Отарғалиұлы 2017 жылдан бері Махамбет аудандық полиция бөлімінің учаскелік полиция инспекторы көмекшісі лауазымында қызмет атқаруда. Полицияның жұмысы қауіп-қатермен тәуекелге толы. Олардың қоғам үшін жасап жатқан еңбегі өлшеусіз.